Қазақстан-Қытай арасындағы барлық салада біз статистиканың жыл сайын артып келе жатқанын, ынтымақтастықтың кеңеюін, жаңа жобаларды жалпы алғанда біздің халықтарымыз бен елдеріміздің өркендеу жолындағы тың қозғалысын көріп отырмыз. Бұл дамудың жаңа принциптері бойынша шығыстан келген жаһандану үрдісі. Қазақстан мен Қытай өзара тиімді стратегиялық серіктестікті дамытуға үлкен мән беріп отыр. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, бір белдеу бір жол бастамасы ауқымды перспективалық жоба. Қазақстан осыдан 10 жыл бұрын Си Цзиньпин айтқан көзқарасты қолдайды. Бұл бастама көптеген елдерде пайда болды. Бір жол бір белдеу жобасы бүгінде ол мега жоба. Әрине Қытайдың осы Қазақстан жерінде алғаш рет атап өткен өзінің осы инициативасы. Әрине бүгінде көптеген мемлекеттер осы жобаның аясында бірге әріптестікте, серіктестікте жұмыс істеуде. Сонымен қатар жобаның негізгі мақсаты бұл көптеген елдерді біріктіріп, оны экономикалық бағытта экономикалық ілгерілету, экономикалық бірлесе отырып дамыту, яғни жаһандық бірлесе даму деген осы идеяны алға тартқан болатын. Әрине экономикалық дамудан басқа бұл жоба бүгінде мәдени-гуманитарлық саланы, осы мәдени-гуманитарлық байланыстарды қамтиды. Соның аясында біз бүгін мысалы Қытай мен Қазақстан арасында және басқа елдер арасындағы білім саласы, ғылым саласы, мәдениет саласындағы көптеген байланыстарға, жобаларға куәгер болып отырмыз. Әрине жобаның көптеген жақсы жақтары бар. Сонымен қатар кейбір елдердің мысалы ғалымдары, сыншыларының да осы жобаның кейбір кемшіліктері бар, немесе бір кез келген мемлекет үшін қауіпті тұстары бар деп те осындай комментарийлер жасайды. Әрине оны да жоққа шығаруға болмайды. Біздің мақсатымыз бүгінгі таңда Қазақстанның кез келген жоба аясында қатыса отырып, өзіміздің мемлекеттік ұлттық мүддемізді қорғай отырып, елімізді дамыту.